саламатсыңдар ма балалар? Отырыңдар. Балалар бүгін кезекші. Қызыл сабақта. Бига олардан қолдануға балғанша сүйекті. Екі орын қабетсен мәселе. Şöyle söyleyeyim. Балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы бүгін өтетін рентгендік сәулелену. Ол жерде оқу мақсатымыз компьютерлік және магниттік резонанстық томографияны салыстыру. Енді бұл жаңа сабақтың өтпес бұрын біз алдымен топқа бірігіп алайық. Топқа біз ақылды қаламсаптар деген әдіс бойынша бөлеміз. Мына жерден өздеріне ұнаған түсті аласыңдар, сөйтіп сол түс бойынша отырамыз топтарға. Үш топқа бөлеміз түстер бойынша. Шағабенді шектен келген бірінші мына топ десін. Шектен келген. Келді бірінші мына топ. Бәріміз бірден тоқыламай қояйық. Өзімізге ұнаған түстерді аламыз. Келебендер екінші топ. Келебендер екінші топ. Келебендер. Келіңдер. Үшінші топ. Келебендер. Енді бірінші топ рентген тобы сары түсіп отырамыз. Екінші план қандай түс жасыл түсіп отырамыз. Үшінші лебедев тобы оған сары. Енді біздер балалар осы топқа бөлініп алғаннан кейін сол ақылды қаламсаптарымызға сұрақтар жазылған үй тапсырмасы бойынша сол үй тапсырмасына бір 2 минут уақыт берген дайындалып аламызда. Сол үй тапсырма дайын болғандар қолымызды көтереміз. Содан кейін сол дайын топтар бойынша шетен сұрақтарға жауап айтамыз. Сұрақтардан көріп дайындалмасаңдар да болады. Бірақ үй тапсырмасына бәрін дайын шығар. Сұрақтарға жауап берсеңдер қаламсаптар, жаңа ақылды қаламсаптар сендермен бірге қалады. Және ол сендерге ақыл береді. Жазсаңдар өзі біліп жаза береді. Сондай ақылды қаламсап болыңыз. Екі минут өтіп кеткен сияқты меніңше дайын топ көтереміз. Бізде план тобы бірінші дайын екен. Ал кеттік орнымызда тұрамыз. Тұрған орнымызда жауап береміздерге. Fotoefekt deganimiz elektromagnitik sәулелердің әртүрлі заттармен қосылу барысында пайдаланылатын құбылысты айтады. Электромагниттің қолданылуы оның көптеген ғылымдар мен түрлі техникалық салаларда көптеп қолданылып келеді. Fotoefekt үшін Столетов заңдарын тұжырымдайды. Fotoefekt үшін Столетовтың 3 тұжырымдамасы бар. Оның алғашқысы фотоэлектрондар максимал жылдамдығына тәуелді болады, интенсивтігіне тәуелсіз. Ал фототок күшінің негізгі күші интенсивтікке тәуелді болады. Ал үшіншісі, әрбір металл үшін фотоэффекттің өз қызыл шекарасы болады. Сол қызыл шекараға жетпесе, ол жерде рентген сәулелері байқалмайды. Керемет. Fotoefekt үшін Эйнштейн теңдеуі. 1905 жылы Эйнштейн фотоэффекттің заңдарын теориялық тұрғыда металл бетіне шыққан бос электрондар үшін кинетикалық энергия ретінде беріледі деп тұжырым жасады. Біз H Ньютон ашылу плюс м квадрат бөлінген 2 деген фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі. Формуласын жазуымызға болады. Сен формуланы барып тақтаға жаза берейік. Қалғандарын сөйлей береміз.
Фотореле дегенimiz не? Фотореле өндірісте әртүрлі техникалық процестерде, әскери істе қондырғыларды автоматты түрде ағытып қосу үшін қолданылады. Фотоэлектрлік эксперименттер дегеніміз не? Фотоэлектрлік эксперименттер дегеніміз фото мен кино түсіру кезінде қолданылатын экспозициялық уақытты антикатник туралы айтады. Жарайсың. Арзу екі сұраққа жауап берді, иә? Фотосурет туралы не білесіз? Жарқын химиялық және олардың грек тіліне аударғанда фотос жарық ретінде білдіріледі. Ол барлық жауап беріп қоя. Кімнің Назеркенің формуласын көрейік. H не өткен болады? H-ға қосу F кідіріп бөлінген екен. Дұрыс, өте тамаша. Бұл топ өте тамаша жауап берді деп ойлаймын мен. Отырыңдар енді бір нәрсені айта кеттім балалар. Қазір бізде мынадай менде бағалау тақтасын дайындағам сендерге. Иә? Үш топтың алдында үш бағалау тақтасы бар. Мынау бағаны арналған, мен сендердің бағалаған тақталарына қарап, мен мына жерде бағалаймын да. Бірақ бізде топта үш топ басшысын сайлап алу біздің сәл есімізден шығыпты. Топ қалаған тақталарына қарап, мен мына жерде бағалаймын да. Бірақ бізде топта үш топ басшысын сайлап алу біздің сәл есімізден шығыпты. Топ басшысы бірінші топтан рентген тобынан кім топ басшы болады бізде? Кім бар? Екінші Лебедев тобына Айсәуле, үшінші топтан Назерке. Сол топ басшылары алдарына бағалау тақтасын қойғанмын. Топтарындағы балалардың аты-жөнін жазасыңдар. Және бізде қазір мынау план тобында 5 оқушы болса, 5 оқушы да жауап берді, иә? Барлығына, яғни 5 оқушы да бірінші сұраққа жауап берді, бір балға қойып қоямыз. Енді екінші қайсысы топ дайын? Лебедев тобы. Лебедев тобы орнында тұраңыз. Бізге сәулеленудің түрлері бойынша сұрақтар Жылулық сәулелену дегеніміз не? Жылулық сәулелену дегеніміз бұл қызған денелердің сәулеленуі. Бұл жылу шығарып тұрған кез келген дене атомдары немесе молекулалардың қозғалыс энергиясының есебінен туындайды. Мысалы, бұл атомдар, жылдам атомдар бір-бірімен соқтығысып, бұлар сәулеленуді қоздырады және соңынан сәулелену орын алады. Бұл жерде жылу энергиясының диапазоны өте кең және когерентті. Сәл кішірек қылып қояйық, болды. Дұрыс, өте тамаша. Ал ары қарап кеттік, жалғастырамыз. Қандай реакциялар фотохимиялық реакциялар деп аталады? Затқа жарық сәулелері түскен кезде оның қасиеттері өзгеріске ұшырайды. Яғни біз осы фотохимиялық реакцияларды екіге бөліп қарастыра аламыз. Түскен жарық молекулалары сол заттың молекулаларын күшейтсе ол спектрлік реакция болып табылады. Ал түскен жарық оның молекулаларын қарапайым күйінде қалдырып дамытатын болса, ол ыдырайтын реакция болып табылады. Тамаша, керемет. Ультрабөлгін сәулелену дегеніміз не? Ультрабөлгін сәулелену толқындардың жиілігі 10 нанометрден 400 нанометрге дейінгі аралықтағы диапазонды құрайды. Жер атмосферасының шекарасында күн сәулелерінің спектрінің 5% ультрабөлгін сәулелерден тұрады. Ал жер бетінде ультрабөлгін сәулелер 1%-ді құрайды. Себебі озон қабатында озон қабаты не істейді бізге? Көмектеседі, жібермей ұстап тұрады, иә? Қысқа толқынды бөлігі жердің озон қабатында жұтылады. Озон қабатында бізге терапия, остеохондроз сияқты аурулардың қабынуының жеңіл өтуіне әсерін тигізетін инфрақызыл сәулелер. Керемет, тамаша жауап. Отырамыз. Жалпы бүгінгі үй тапсырмасына мен жақсы жауап берді деп ойлаймын сендерге. Және сол бағалауды жаңа топ басшылары сендерге ескерту, бағалау тақтасына кім қанша сұраққа жауап берсе, сонша балл әр сұраққа бір балдан қойып отырамыз. Және қолдарындағы қаламсап, ақылды қаламсап тағы айтып кетейін, ол сендерге сабақты жақсы айтқандарының үшін. Енді бізде жаңа сабағымыз бізде балалар 22-ші параграф бәріміз кітабымызды ашамыз. Кітапта 22-ші параграф рентгендік сәулелену тақырыбы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз
үйге үй тапсырмасы, үйге өтетін жаңа сабақты түсіндіру алдында сендерге түсініп алу үшін өздерің бірінші біздер бейнеролик көреміз, сол бейнероликтен түйген ойларыңды жаңағы біз қазір сендерге тапсырма, соны өздерің орындап, ой түйіп, маған жауап бересіздер. Видеоролик көріп алайық, 나라가 우리가 직접했어 제 가만히서 올라가면 의견 공간 당기는 가능한지 저랑 으스토토다 오 같은 사람을 하상으로는 그런 걸 주고 런칭 보시는 지금 신식한다고 오늘부터 생각한 소식으로 시작하시다 요즘은 어르신 피지가 어려운데 Zanim başlayıp, onun sırasına iyi bozma, Renginin karabayda olmasını sorup, onun da sırlarının alışan, onu hatta meselesi olmaydı. O sırlarının yanına boş tarafında dönüşleriydi. Emin işine anlamları, onlardan tutup bölge uyguladık belirdi. Jenide işinde kurs gibi atardım turnuvalarından. Bu kurulguda elektrotlar var, jeni olmadılar insanlar. Katokta toprak teris sebeplerini ulaştırmamız, al anlıkta ulaştırıldı. Teris balansı katoklar, жылдамдықты алып, он зарядты анықтармен соғысады. Нәтижесінде сәулелер пайда болады. Біз оны сәулелерді керек уақытта қолдануымыз керек. Бірақ біз одан қорқуымыздың керек жоқ. Біз күнделікті өмірде одан да көп радиация аламыз. Ең мықты радиация көзі ол күн болып табылады. Жалпы балалар біз жаңағы рентгеннің қалай жаңа рентген сәулесін анықтағанын көріп қояйық. Күні жүріп, 7 апта бойы үйіне бармай жаңағы бірінші соны ойлап тауып, ол не арқылы деді, жаңағы рентгенді түсіріп қояйық. Анод катоды бар, сол күші арқылы, және ол біздің рентгеннің бізге көп жәрдемі тиді, яғни соның нәтижесінде біз қазір көп деген медицинада көп деп пайдаланып жатыр. Қазір бізде томография бар, рентгендік томография, оған біздің мысалға бүкіл ішкі рентген сәулесінің қазір дамыған түрі да ол мысалға сүйекті ғана бізде қазір етті, даже қазір қан тамырларының ішіндегі ауруларды да анықтайтын түрлері дамып жатыр да бізге. Енді осы жөнінде мәліметтер сендер өздеріңде де жаңағы кітапта бар, кітаптан оқимыз, аламыз, және сендер өздеріңде мәліметтер біраз танысып келген боларсыңдар. Сол бойынша қазір сендерге мен плакаттар беремін әр топқа, сөйтіп әр топ соның рентген сәулесінің ашылуы, қасиеттері, қолданылуы және сол рентген сәулесінің пайдасы мен зияны туралы мына жұмысында оған біз кітаптарында мәліметтер көп, кітаптарда көрілетін болады. Райын болса,
кетіп жатыр. Дайын болсақ, біз дайынбыз деп көтереміз, иә, дайын болғанда. Рентгеннің жаңағына барий кристаллы ненің жарық сәулесі түскен кезде жылтырайды ғой, соған елестеп болады. Бізде 9 айын сияқты. Ал 9 шығамыз. Бері қарап шығамыз. Жылтырайды ғой, соған елестеп болады. Бізде 9 айын сияқты. Ал 9 шығамыз. Бері қарап шығамыз. Ұстап тұрамыз. Бізге берген рентген сәулесінің қасиетінің қолданылуы. Әдемі сурет несі безендірілу әдемі екен, енді бізде рентген сәулесі деген жаңағыдай рентгеннің өзі тәжірибе жасағанда сәуленің тіпті бүкіл заттардан, ағаштан, алюминийден және де адамның денесінен де өтіп кететіні байқалған. Сол себепті рентген сәулесінің қасиеті ол өткіштік, яғни тез өту қасиетке ие болып табылады және де ол жерде катод пен анодтардың бір-бірімен әсерлесуі кең ауқымда алған. Рентген сәулелерінің кенеттен жылдам қозғалуы және оның ұзындығы электромагниттік өте қысқа ұзындығы өте қысқа және ол электромагниттік сәулелер рентгендік сәулелер деп аталады. Рентгендік дефектоскопия ол құймадағы ақауларды және сызаттарды және пісірілген жіптердің сапасын анықтауға қолданылады. Өткен кезде сол жерде ғана ненің ішінде, не бар сумкасының ішінде. Соны бәрін ақтарып жатпай, бірден рентген сәулесі арқылы біле салады. Дұрыс. Рентгендік құрылымдық анализ кез келген кристалдың атомдары үш өлшемдік келеді. Рентгендік құрылым дифракциялық торға алып көмектесіп жібереміз. Рентген сәуленің қолданылуы өте көп. Ол бізде жаңа молекулалардың қасиетін және де оның орналасуын бақылау үшін бізде қолданылады. Сонымен қатар рентген сәулесі бізде микроскопиялық арқылы жаңағыдай кіші элементтерді біз бұрын вакуумге салып қолданатын едік. Қазір рентген сәулесі арқылы линзаларды орналастырып біз кішкентай элементтерді көруге болады және де рентгендік телескоп арқылы біз ғарышты да көре алады екенбіз. Сол кезде біз жаңағыдай микроскопияға кері амалды линзаларды құрастыруды қолданады екенбіз. Рентген сәулелері медицинада да қолданылады. Өйткені ол диагностикада белгілі бір ауруды табуға көмектеседі. Ол және кез келген заттарды тез өте алатын қасиетке ие. Және кез келген заттарды тез өте алатын қасиетке ие. Және оған 60-120 килоэлектровольт
вольтты фотон және фотоэффект қолданылады. Рентген сәулелерінің бір бөлігі түскенде шашырап кетеді, екінші бөлігі адам денесіне сіңіп кетеді, және үшінші бөлігі бұл адамның ішкі құрылысының мүшелерінің көлеңкесін бізге көрсетеді. Рентген сәулелері сонымен қатар томографияда, диагностика, медицинада және көптеген құрылғыларда қолданылады. Яғни соған қарағанда медицинаға көп рентген сәулесінің әсері бар. Себебі томографияда біз адамның денесін түсіру арқылы ішіндегі ақауларды анықтай алады екенбіз. Және де біз рентген сәулесі арқылы сол түсірілген адам денесіндегі ішкі ағзаларын біз кішкентай кескін ретінде ала алады екенбіз. Фотопленка деп аталады. Ол фотопленка ол кейде ұзақ уақыт құжат ретінде сақталады. Ол медицинаға өте қажетті болып табылады. Сонымен қатар тасығыштар ретінде біз оны флеш карталарда, сонымен қатар тағы басқа заттарда, компьютерлерді алып жүре алады екенбіз. Және де рентген ол томографияда да жаңағы көптеген заттарда да қолданады. Өте тамаша. Қалай бағалаймыз балалар? Керемет. Кім келе жатыр? Қай топ? Лаң тобы келе жатыр. Балалар қысқа, нұсқа, айтамыз, Ekrana kım? Ekrana ұстатырайық, екі жігітіміз. Біздер құлақ тобына не беріледі? Рентген сәулелерінің пайдасы мен зияны. Ал, айтамыз. Рентген сәулесінің пайдасы мен зияны. Адамдар ішіне күйдіріледі. Адам әртүрлі ауруларға шалдығады. Аурулар 10 жылда соң байқалады. Пайдасы диагнозды дәл қояды, зақымданған сүйектер таудан анықтай алады. Қан тамырларына ота жасайды, аэрофотты жүк тасымалында қолданылады. Рентген сәулелерін қолдануда рентген түтікшелерін қолданамыз. Рентгенге жалпы адам түскен кезде ағзайда бір рет тұтыған жөн. Өйткені рентген сәулесінің адам денсаулығына пайдасы мен зияны бар екенін ескере кету керек. Рентген сәулесінің негізі адам денсаулығына ешқандай пайдасы жоқ. Ол тек қана пайдасы медицинада дәрігерлерге аурудың түрін нақтылап беру үшін ғана пайдаланады. Сонымен қатар ол сынған сүйектер болса, оның ауданын және аурулардың кезеңін анықтап бере алады. Бізге пайдасы сол ғана. Және аэропортта жүк тасымалдауда қолданады. Және медицинада қан тамырларына операция жасауға көмектеседі. Себебі артерия мен көк тамырдың таралу аймағын тек рентген сәулелері арқылы Катодтан өте ауқымды мөлшерде жылу мөлшері келеді. Сол себепті анод тежегіші орнатылған. Ол қоя? Отырамыз. Бұл жерде балалар бағалау тақтамызды ұмытпайық, Одан кейін бізде енді мына жерде бізде мына бір поезд кетіп баратыр, вагондарды сүйретіп, сол жерде бізде деңгейлік есептер қойдық. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты кішкене бір есеп шығарып жіберейік. Одан 3 топтан бір оқушы келеді, сөйтеді да соны мына жерде 2 тақта тұр, және үшіншісі ана өзіміздің тақтамыз, соған шығарамыз. Мына жерден аламыз. Деңгей бойынша аламыз, Мен аламын. Ішінен алсам да болады. Конверттің ішінде де бар ғой, ол сендер мына жерде біздер есепті тақтаға бірден шығарамыз ба, жоқ сәл ойламағанбыз балалар? Шығара береміз ба? Берілгенін жазып отырғанда біздер ойымызға түседі ғой ағара формулалар, Тақтаға шығара берейік онда. Бір топ мына тақтаға, екінші топ мына тақтаға, үшінші топ мына тақтаға. Берілгендерін жазып шығара берейік. Ал ол уақытта мен сендерге мынадай жұптық жұмыс берейін. Жұптық жұмыс. Жұппен бірге жұмыс жасаймыз. Бері қарап отырайық та алма. Екеуміз жұппен. Жоғары жағына жұптық жұмыс болғандықтан аты жөндерін жазып қойыңдар. Сол бойынша бағалау болады ғой бізде. Мына жерде мысалға Ержан кім деп жазып қойыңыздар. Мына жерде сендер Ташполат, Мұқасан деп жазасыңдар, сендер өздерің аттарды. Жұптық жұмыс болғандықтан аты жөндерін жазып қойыңдар, кім жұмыс жасады онымен. Жасасаңдар, ручкамен жаза беріңдер.
берілгені біз сәл андай берілгені көз алуға болады иә. Балалар, мынау сендерге берілген, тездетеміз иә. Ол мынау сендерге берілген, осыған мәліметтер алуымызға болады. Бәрі сол жерде тұр мәліметтер. Және жұптар бұлай ауысып бір-бірімізді тексереміз. Жұптау жұмыс, жұппен жұмыс жасаймыз. Қане есептерімізді тексеріп көрейік. Берілген толқынымызды беріпті. Мынау сенде берілген. Практикасы. Екі штаб деп тұр ма? Екі штабтың жауабымен дұрыс шықты ғой, ә? Болды. Байбек бізде есеп шығарып болып қойды уже. Тағы есеп бар ғой, ә? Сенде нешінші деңгей еді? Екінші деңгейде екі есеп бар. Үшінші деңгейде екі есеп бар, бірінші деңгейде бір есеп бар. Бізде бірінші деңгей ғой, бір есеп қаны жауабымен тексеріп көрейік. Ашысы, бөлген жамыда, екі энергияны теңестірдік, ә? Теңестіріп массаны тапты. Иә. Берілген бәрі дұрыс қой, болды, дұрыс. Контрактысының өлшем бірлігін балалар, өлшем бірлікті ұмытпауымыз керек. Ол өлшем бірлік сендерге жатталады әрі сендерде ұмыты да арасында сұрақтар бар, өлшем бірлік бойынша. Дайынбыз ба, балалар? Қазір есеп шығарып болған кезде сендерде болулар керек. Біз ана жерге жауап шығарып, сол бойынша тексереміз. Жауап шығарып. Болды, назірге есеп шығарғандарға екі балдан қосамыз біз. Өйткені оның берілген жазады, қыбыжыға келтіреді, формула ойланады, оны есептейді. Сондықтан біздерге есеп шығаруға екі балдан қосып отырмыз. Екі есеп шығарғандарға 4 бал болады да сонда. Әзірледе сенде тежеушілерге табу керек қоя. Сендер табу керек. Дұрыстар. Енді екінші есебің бар. Онда біз мынада тексерелік бар есеп шарт болам дегенше, иә? Жаңа жұптық жұмысты тексерелік. Болды қой балалар? Болды, тоқтатамыз онда. Болғандары тоқтатамыз, бәріміз тоқтатамыз. Тоқтатамыз, аты жөнлерін жазып қой төбесіне. Аты жөнлерін жазсыз, сол бойынша мен өзім тексерем. Қансенің аты жөнлерін? Аты жөнлерін жазып қойыңдар ғой, иә? Ештеңеге тиіспейміз. Қазір алдарында тұрсын, осылай тұрсын. Қазір жауапты жаған кезде қателері қанша екен? Болдыңдар ма? Болды қоям? Болды. Енді ручканы қоямыз бәріміз. Бәріміз қоямыз. Ал енді жауапты қараңдар. Жауапта бізде қаны тексерейікші. Жауапта тексерейік. Бізде не екен бірінші? Инфрақызыл сәуле екен. Екінші? Ғарышқа келетін рентгендік сәулені не ұстап тұрады екен? Магнитті сфера ұстап тұрады екен. Одан кейін бізде 1000 градустан кем болатын дене инфрақызыл сәуле шығарады екен. Одан кейін ультрафиолет сәуле не істейді екен? Электромагниттік шкалаларда көрінетін жарық пен рентген сәуленің арасында орнын бөлікті алып жатады. Одан кейін рентгендік екен. Одан кейін заттың тығыздығы жоғарылаған сайын рентгендік сәуленің өтімділігі кемейіп жібереді екен. 1901 жылы рентген естеген Нобель сыйлығы алған. Одан кейін ғарышқа келген ультрафиолет сәуле атмосфераның азот қабатында жылынады. Рентген сәулесі сәулесінің жиілігі одан кейін проходы келеді жеген кезде рентгенді сәуле шығады. Енді маған жинап ал, мен өзім тексеремін ол бойынша енді. Оны сендер аты жөндерін жазыңдар ғой, иә? Бұл жұптық жұмыста болғанда бір бал береміз ғой, бірақ қазір дұрыс па дұрыс емес па қазір мен айтамын. Ал болды па есепті? Жұппен бірге жұмыс жасаймыз. Бері қарап отырайық та алма. Екеуміз жұппен. Жоғары жағына жұптық жұмыс болғандықтан аты жөндерін жазып қойыңдар. Сол бойынша бағалау болады ғой бізде. Мына жерде мысалға Ержан кім деп жазып қойыңыздар. Мына жерде сендер Ташполат, Мұхасан деп жазасыңдар, сендер өздерің аттарды. Жұптық жұмыс болғандықтан аты жөндерін жазып қойыңдар. Кім жұмыс жасады онымен? Жазасаңдар, ручкамен жаза беріңдер.
біз анандай берілгенді көріп алуға болады. Балалар, мынау сендерге берілген, тездетеміз, иә? Ол мынау сендерге берілген, осыған мәліметтер алуымызға болады. Дәл сол жерде тұр мәліметтер. Және жұптар бұлай ауысып бір-бірімізді тексереміз. Жұптау жұмыс. Жұппен жұмыс жасаймыз. Қане есептерімізді тексеріп көрейік. Берілген толқынымызды беріпті. Мынау сенде берілген. Бақсы. Екі ұштап деп тұр ма? Екі ұштаптың жауабымен дұрыс шықты ғой, болды. Қайбек бізде есеп шығарып болып қойды уже. Тағы есеп бар ғой, сенде нешінші деңгей еді? Екінші деңгейде екі есеп бар. Үшінші деңгейде екі есеп бар, бірінші деңгейде бір есеп бар. Бізде бірінші деңгей ғой, бір есеп қаны жауабымен тексеріп көрейік. Ашсы, бөлген жамыда, екі энергияны теңестірдік, теңестіріп мақсаны тапты. Берілген бәрі дұрыс қой, болды, дұрыс. Өлшем бірлікті ұмытпауымыз керек. Ол өлшем бірлік сендерге жатталады әрі. Әрі сендерде ұмытыда арасында сұрақтар бар, өлшем бірлік бойынша. Бірақ дайынбыз ба, балалар? Қазір есеп шығарып болған кезде сендерде болулар керек. Біз ана жерге жауап шығарып, сол бойынша тексереміз. Жауап шығарып. Болды, назірге есеп шығарғандарға екі балдан қосамыз біз. Өйткені оның берілген жазады, қыбыршыға келтіреді, формула ойланады, оны есептейді. Сондықтан біздерге есеп шығаруға екі балдан қосып отырмыз. Екі есеп шығарғандарға төрт бал болады да сонда. Әзірледе сенде тежеушігелер табу керек қоя. Сендер табу керек. Дұрыста. Екінші сен ба? Онда біз мына жақ тексерелік бар есеп шарт болам дегенше, иә? Жаңа жұптық жұмысты тексерелік. Болды қой балалар? Болды, тоқтатамыз онда. Болғандары тоқтатамыз, бәріміз тоқтатамыз. Тоқтатамыз, аты жүйелерін жазып қой төбесіне. Аты жүйелерін жаз дейсің. Сол бойынша мен өзім тексеремін. Сенің аты жүйелерін. Аты жүйелерін жазып қойыңдар ғой, иә? Ештеңеге тиіспейміз. Қазір алдарында тұрсын, осылай тұрсын. Қазір жауапты жаған кезде қателердің қанша екен? Болды ма? Болды қоямыз? Болды. Енді ручканы қоямыз бәріміз. Бәріміз қоямыз. Ал енді жауап қараңдар. Жауапта бізде қаны тексерейікші. Жауапта тексерейік. Бізде не екен бірінші? Инфрақызыл сәуле екен. Екінші? Ғарышқа келетін рентгендік сәулені не ұстап тұрады екен? Магнитті сфера ұстап тұрады екен. Одан кейін бізде 1000 градустан кем болатын дене инфрақызыл сәуле шығарады екен. Одан кейін ультрафиолет сәуле не істейді екен? Электромагниттік шкалаларда көрінетін жарық пен рентген сәуленің арасында бөлікті алып жатады. Одан кейін рентгендік екен. Одан кейін заттың тығыздығы жоғарылаған сайын рентгендік сәуленің өтімділігі кемейіп жібереді екен. 1901 жылы рентген не істеген? Нобель сыйлығын алған. Одан кейін ғарышқа келетін ультрафиолет сәуле атмосфераның азот қабатында жылынады. Рентген сәулесі сәулесінің жиілігі одан кейін тақылды келетте жеген кезде рентгенді сәуле шығады. Енді маған жинап ал, мен өзім тексеремін ол бойынша енді. Оны сендер аты жөндерін жазыңдар ғой, бұл жұптық жұмыста болғанда бір бал береміз ғой, бірақ қазір дұрыс па дұрыс емес па қазір мен айтамын. Балалардың есептері жауап бойынша дұрыс болды ғой, болды. Тамаша. Есептер бәрі ол келмеу, мына жерімізде не бар? Бұларда бізде екеуі де дұрыс, екі есептер шығарды, бұларға екеуі де 4 балалар ойнап, топашылары ойларға алындар оны. Енді бізде балалар, бүгін бізде сабақ қорытындылауға жаңағы физикалық диктант болып есептер шығардық. Есептердің барлығын балалар тамаша шығарды, оның барлығы сабақты жақсы меңгергендер деп ойлаймын. Енді бізде барлығымыздың алдымызда стикер бар. Соған сендердің жаңағы бүгінгі табыстарың қандай болды? Сол табыс сатысына апарып жасырамыз. Қалай түсіндіңдер ма? Өздерің бүгінгі тақырып қызықты болды ма өздеріңе? Және өмірде де әрқашан биік
бағалау сатысына бағаны мен өзім бала кезімде ғана бағалау сатыларын жинап аламын да соны қоямын. Сезілген балалар ештеңе етпейді, мен өзім алып оқимын осыны. Белсенділіктерімді ана жерде белсенділік бар ғой, оны өзім қосам. Тым белсенді болды, бәрін бақылап отырмын, өзім қосам, белсенділерге тағы өзімнің нем бар, балым бар қоятын. Қосымша, сендердің балдарынан қосымша. Тағы біреу қойды балалар. Ал бүгінгі үйге тапсырма. Балалар үйге тапсырма 27-ші параграф рентгендік сәулені оқып келеміз да, және сол рентгендік сәуленің пайдасы, зияны деген тақырыпта реферат жазып келейікші бәріміз, иә? Жетінші параграф беріп алыңдар ғой, иә? Не асығыз сонша, отырсай? Тоқтап тұрыңыз апай. Мына жақта көшіп жатыр ғой. Бүгін үйге тапсырма 27-ші параграф рентгендік сәулелену. Сол рентгендік сәулеленудің үйге тапсырмаға қосымша интернеттен жаңа томографиялық деген медицинада қазір жаңадан шығып жатқан техникалар бар ғой. Солар жөнінде мәліметтер жинап реферат жазып келеді. Қысқаша болса да, иә, некен пайдасы зияны әркім өзі оқыған тақырыбында реферат жазып келеді. Иә. Жоқ, рентген сәулесі туралы жетістіктер. Сабағымыз аяқталды.